Бокс еліміздегі нөмірі бірінші спорт екені мәлім. Себебі дүбірлі додаларда жүлдесіз қайтқан кезіміз болмаған. Осы орайда Алакөл боксының жанданып, аяққа тұруына зор үлес қосқан Кеңес одағының спорт шебері Жиенбайлы Еркінбайдың 60 жасқа толу құрметіне арналған жасөспірімдер арасындағы облыстық ашық турнир өтті. Қайырлы күн, құрметті қонақтар, бапкерлер мен жас спортшылар. Бокстан Кеңес одағының спорт шебері Жиенбайлы Еркінбайдың 60 жасқа толу құрметіне арналған бокстан 2008-2009 жылы толған жасөспірімдер арасындағы облыстық ашық турнирге қош келдіңіздер. Жарысқа Алакөл, Ақсу, Ескелді аудандары мен Талдықорған және Шарал қалаларынан, сондай-ақ Жетісу, Алматы, Жамбыл және Абай облыстарынан 120 спортшы қатысқан. Ашық облыстық турнир бірінші рет осы Алакөл ауданында ұйымдастырылып жатыр. Соған осы бүгінгі таңда 12 команда келді. Жетісу облысынан, Алматы облысынан, сырттан Абай ауданынан келіп жатыр. 120 оқушы қатысуда. Бүгінгі ашылу салтанаты ашылды. Сонымен енді жарысымыз бастаймыз. Еркінбай Жиенбайлы аудан атын әлемдік деңгейге шығарған спортшылардың бірі. Шарал қаласының тумасы 79-81 жылдары облыс чемпион атанса, 1981 жылы республикада қарсыласқа шақ келтірмеген. Сондай-ақ отан алдындағы борышын өтеп жүрген шағында Вильнюс, Бобровск, Гродно, Витебск қалаларында өткен турнирлерде жеңімпаз атанып, 1986-88 жылдар аралығында Қазақстан универсиадасында алтын жүлдеге ие болған. Ал 1987 жылы Кеңес одағының спорт шебері атағын иемденген. Осы еңбектің арқасы оқушыларым осындай жарыс ұйымдастырып, бәріне рахмет, ауданның басшыларына да рахмет, осындай спортқа көңіл бөліп, осындай жарыс жасап жатқанына өте қуаныштымын. Еркінбай Жиенбайлының бапкерлік мансабы да табысты болды десек болар. Аудан боксын көтеруге бел буып кіріскен бапкердің тәрбиесін көрген шәкірттері республикалық және халықаралық турнирлерді бағындырған. Жасөспірімдердің спорттағы алғашқы қадамдары осындай спорт мерекелерінен бастау алады. Үлкен спортқа қадам бассақ деген боксшылар былғары қолғабын киіп, сайысқа сақадай сай екендігін көрсетті. 4 облыстан Жетісудың түкпір-түкпірінен келген боксшылар шаршалаңда шеберлігін сынады. Жас спортшылар қолда бар мүмкіндікті пайдаланып, аянып қалмады. Осы бапкерлердің арқасында, еңбек тренировканың арқасында жеңіске жетіп отырмын. Осы Алакөл ауданы осындай көп жарыстар көбейе берсін, көп болсын. Дегенмен жарыс болған соң жүлде саны шектеулі, жүлделі орыннан көріну үшін тер төгу керек. Сол мақсатта шаршалаңда ойқастаған жас боксшылар дегеніне жетіп, жеңіс тұғырына көтеріліп жатты. 450 мың теңге жеткізді. 3 күнге созылған жарыс нәтижесі бойынша командалық есепте Алакөл ауданы 1-ші орын алса, Талдықорған қаласы 2-ші орынға жайғасты. Ал Ақсу ауданы 3-ші орынды місе тұтты. Барлық жеңімпаздар мен жүлдегерлерге демеушілер есебінен ақшалай сыйлық берілді. Алтынай Қалиқызы, Нұрбақыт Меңдібайұлы, Алакөл жаңалықтары.